Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазақ тілі сабағынан 2-тоқсандық жаңа тақырыптарымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі бөлім жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі. Сабағымыздың тақырыбы жануарлар әлемі деп аталады. Ендеше сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта біз мәтіннің стильдік ерекшеліктерін тану, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер арқылы танитын боламыз. Және орфографиялық норма, қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазуды үйренеміз. Балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын ой-төрткі сұрақтарға жауап берейік. Жануарлар әлемі деген күрделі сөз қандай мағына береді деп ойлайсың? Жануарлардың қандай түрлерін білесің? Атауларына қандай сөздер негіз болған деп ойлайсың? Ендеше бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боласыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдары сөздің тура және ауыспалы мағынасы болып табылады. Сөздің, заттың немесе құбылысты білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Тура мағына әр заттың өзіне ғана тән, жеке мағынасы болып табылады. Сол арқылы біз заттарды бір-бірінен айыра аламыз. Мысалы, көз, тіл, аспан, жер, жел, орман сөздері заттарды биік, жылы, жақсы сөздері сапаны, ал бару, салу, оқу, күту сөздері қимылды білдіреді. Ал туынды мағына, яғни ауыспалы мағынаға келер болсақ, сөздің тура мағынасының негізінде туып, өрбіген жалпы көпшілікке түсінікті ауыспалы мағыналары болады. Лексикалық мағынаның бұл түрін туынды мағына деп атайды екенбіз. Мысалы, күннің көзі, бұлақтың көзі. Осы жерде мән беріңдерші балалар. Күннің адамның сияқты екі көзі болмайды, е? Күннің көзі деп біз күннен түскен сәулені айтады екенбіз балалар. Бұлақтың көзі, ана тілі, ағылшын тілі, жұмыстың аяғы, қонақ күту. Жұмыстың аяғы деген жерде де мысалы, жұмыстың адамдікі сияқты немесе жан-жануарлардікі сияқты аяқтары болмайды. Бұл ауыспалы мағыналарда беріліп тұрған сөздер. Балалар, тура мағыналы сөзбен сөздің ауыспалы мағынасына қатысты негізгі қысқа ережені дәптерлеріңе түртіп алыңдар. Тура мағыналы сөз айтушы мен тыңдаушыға ортақ ұғымды білдіреді. Ал сөздің ауыспалы мағынасы тура мағынадан дамып келіп, қосылған мағына болып табылады. Сендерге мына жерде мысалдармен берілді. Дәптерлеріңе көшіріп, жазып алыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың мәтінін тізбектеп бірге оқиық. Ақбөкен. Ақбөкен шөлге төзімді, әрі жүйрік, ақылды жануар. Оны киік деп те атайды. Киіктер сағатына 60-70 шақырым жылдамдықпен ұзақ жүгіретін көрінеді. Ақбөкендер үйір-үйір болып топтасып тіршілік етеді. Бұл жауларынан сақтануға көмектеседі. Олар жайылып жүргенде біреуі жан-жағынан бақылап, сақтық күзетінде тұрады. Қауіпті дер кезінде сезген ол тұра қашады да қалғандарын үркітеді. Қорегі изен, қына, бидайық және тағы басқа өсімдіктер. Күз айларында жусанмен қоректенеді. Себебі оның құрамында іштегі зиянды құрттарды жоятын заттар бар. Міне, киіктердің өзін-өзі емдеуі табиғаттың оларға берген тамаша қасиеті. Қазақстан жануарлар кітабынан алынған үзінді мәтін екен балалар. Балалар, ендеше тек Қазақстан мен бұрынғы Моңғолияда ғана мекен ететін ақбөкен туралы мәліметті бірге көрейік.
киік немесе ақбөкен деп атайтын жануар Сарыарқаның кең жазығында, шөлейтті жерлерде тіршілік етуге бейімделген. Дене тұрқы қойға ұқсас келетін, дөңес тұмсықты, күйіс қайтаратын жануар. Ол негізінен Қазақ даласы мен Моңғолияда ғана сақталған. Адамның баласынан кем көрмеді. Текелерінің тұрқы 126-150 см, салмағы 37-49 келі. Ал ұрғашылар сәл кішірек, шамамен 109-127 см, салмағы 22-37 келедей болады. Ақбөкендердің табынында жүздеген, мыңдаған бас бар. Әдетте топты текелер емес, ұрғашы киік бастап жүреді. Тоқтап басын иіп, қоярға шығын жанын жер таппайды. 10-12 жыл аралығында өмір сүретін киіктер көктемнің кеш туатынын немесе қыстың қарлы боранды суық болатынын алдын ала болжап біледі. Олар 1 минутта суды 12 рет жұтып үлгереді және 1,5-3 минуттың ішінде шөлін қандырылады. Бақ денесі қызыл қанға келеді аялы. Киіктер көбінесе егізден, кейде 3 лақтан туады. Төс тағысы өсімдіктердің 80-нен астам түрлерімен қоректенеді. Ең бастысы, енесі өлген лақты кез келген киік емізіп, жатсынбай ертіп әкетеді. Жаңа туған лақ жарты сағаттан кейін енесін еміп, 2-3 сағат ішінде аяқтанып кетеді. Ал туғанына 2 күн болған құралай автокөлікке әзер жеткізеді. Жапан төздеу сен көрген, аяныш сезімі жоқ. Киіктің лағын құралай деп атайды. Халқымызда ауа райының құбылмалы кезеңіне байланысты айтылатын құралайдың салқыны деген амал осы мамыр айының 18-21 жұлдыз аралығына дөп келеді. Қазақта осы мезгілде киік лағын өргізеді деген ұғым бар. Қазағай дәл көздеп жүре. Киікті халқымыз киелі жануар деп есептейді. Ел арасында ақбөкен датқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім бар. Ал балалар, ендеше біздің тек Қазақстан мен Моңғол жерінде ғана мекен ететін ақбөкен туралы, яғни киік туралы өте керемет мәліметтерді түсіне алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше балалар, оқулықтағы 53-ші бетте берілген 2-ші тапсырмадағы сұрақтарға ауызша жауап берейік. Ақбөкен қандай жануар? Оны қазақтар тағы да қандай атаумен атайды? Ақбөкендер қалай сақтанады? Киіктердің өзін-өзі емдеуі қандай жолмен жүзеге асады? Жауабыңды қай мағыналы сөздер басым болды? Зат атауы, сын сапа атауы, қимыл қозғалыс атауы. Кестеге салып толтырасыңдар балалар. Ал келесі тапсырманы 54-ші беттегі 3-ші тапсырма. Балалар, 3-ші тапсырмада берілген тіркестерді тура және ауыспалы мағынаны білдіруіне қарай бөліп жазасыңдар.